Бүгінгі сабақта көпмүше және оның стандарт түрімен танысамыз. Мына алдыларыңызда тұрған өрнек 4ax квадрат бір мүшелігі, by-тің 3 дәрежесі бір мүшелігі, минус x 6y және минус 7 деген бірнеше бір мүшеліктердің алгебралық қосындысынан тұратын өрнек. Осылай жасалған өрнекті көпмүшелік деп атайды. Ал көпмүшелікті құрап тұрған әрбір бір мүшелік сол көпмүшеліктің мүшелері деп аталады. Мысалы 4ax квадрат бір мүшесі болады. by-тің 3 дәрежесі тағы да бір мүшесі болады, тағы сол сияқты. Енді көпмүшеліктердің дәрежесі ұғымына тоқталайық. Осы көпмүшеліктердің құрамына енетін бір мүшеліктердің ең үлкен дәрежесі көпмүшенің дәрежесі болып табылады. Мысалы, мына жердегі 4ax квадрат бір мүшелігінің дәрежесі 3-ке тең. Біз оны өткен сабақтан білеміз. by-тің 3 дәрежесінің бір мүшелігінің дәрежесі 4-ке тең. Мына жерде 1-ге тең, 1-ге тең, мынада 0-ге тең. Яғни ең үлкен дәреже бізге 4-ке тең болып тұр. Бір дәрежеге 3 дәрежені қоссаң 4-ке тең. Яғни бұл 4-ші дәрежелі көпмүшелік болады. Енді көпмүшеліктерді, егер мүшелер саны 2 болса, мысалы 3a қосылған b, міне 2 бір мүшеліктің қосындысы түрінде болса, оны 2 мүшелік деп айтуға болады. 4x квадрат 3y плюс 7 десем, 3 бір мүшеліктің қосындысынан тұрады. Бұны 3 мүшелік деп айтады. 2 мүшелік те, 3 мүшелік те көп мүшелік болады. Мынау бірінші дәрежелі 2 мүшелік немесе бірінші дәрежелі көп мүшелік деп айтылады. Мынау екінші дәрежелі 3 мүшелік немесе екінші дәрежелі көп мүшелік деп айтуға болады. Енді көп мүшеліктердің алгебралық бір-бірінен айырмашылығы тек қана коэффициенттерінде болатын мүшелерді ұқсас мүшелер деп атайды. Мысалы, минус 2x квадрат y және 4x квадрат y бір мүшеліктері ұқсас мүшеліктер болады. Ал ұқсас бір мүшеліктердің алгебралық қосындысын нәтижесінде бір мүшелік шығады. 2x квадрат y-ті қосамыз 4x квадрат y-ге. Яғни ұқсас мүшелерді біріктіру деп атайды. Минус 2x квадрат y-ге 4x квадрат y-ті қоссақ 2x квадрат y шығады. Яғни ұқсас мүшелерді біріктіргенде көп мүше шығады. Бұны да біз көп мүше деп қарастырсақ болады. Енді көп мүшені ұқсас мүшелерін біріктіруге бірнеше мысал келтірейік. 3x квадрат y-тің 5 дәрежесі плюс 4xy минус 2x квадрат y-тің 5 дәрежесі қосу 7 делік. Енді ұқсас мүшелерді тауып аламыз бірінші. Ұқсас мүшелер деген әріптері бірдей және ол әріптердің дәрежелері бірдей болатын бір мүшеліктер. 3x квадрат y-тің 5 дәрежесі мен 2x квадрат y-тің 5 дәрежесі ұқсас мүшелер болып табылады. Ал 4xy 7 өрнектері бұл өрнектерге ұқсас емес. Ұқсас мүшелерді біріктіреміз. Жаңағы алдындағы айтқанымыздай 3-тен 2-ні азайтамыз, 1-ге тең, 1-ді жазбаймыз. x квадрат y-тің 5 дәрежесі. Ал ұқсас мүшелері жоқ көп мүшенің мүшелерін өзін жасамыз. Плюс 7. Міне, осылай ұқсас мүшелері біріктіріліп, дәрежелердің үлкенінен кему реті бойынша жазылған көп мүшелікті көп мүшенің стандарт түрі деп атайды. Мына жерде x квадрат y-тің 5 дәрежесі 7 дәрежеге тең бір мүшелік, ал мынау екінші дәрежелі бір мүшелік, мынау 0-ші дәрежелі бір мүшелік. Яғни көп мүшенің стандарт түрі. Берілген көп мүшеліктегі a-ның мәні минус 5 болғандағы өрнектің мәнін тап деген тапсырма берілді. Егер біз a-ның орнына 1-ден минус 5-ті қойып есептейтін болсақ, өте ұзақ жұмыс істеген болар едік. Сондықтан бірінші көп мүшелікті стандарт түрге жазып аламыз. Яғни ұқсас мүшелерін біріктіріп аламыз. 6a-ның 5 дәрежесі минус 3a квадрат плюс 7 минус 2a-ның 5 дәрежесі 4a-ның 5 дәрежесі қосу 4a квадрат бір мүшелігіндегі ұқсас мүшелер. a-ның 5 дәрежесі, a-ның 5 дәрежесі, міне a-ның 5 дәрежесі. Бұлар ұқсас мүшелер болады. Яғни 6 азайтамыз 2-ні 4, 4-тен 2-ні азайтсам 0. Яғни 0 көбейтілген a-ның 5 дәрежесі.
а квадрат олар да ұқсас мүшелер. Міне оны былайша сызып қояйық. Сонда минус 3а квадрат плюс 4а квадрат әртүрлі таңбалы сандарды қосу 4-тен 3 азайтамыз плюс 1а квадрат плюс 7-ге ұқсас мүшел жоқ, оның өзін жазып қоямыз. Сонда 0-ді а-ның 5 дәрежесіне көбейтсек 0 болады, онда а-ның квадраты плюс 7, яғни өрнектің ықшамдалған түрі. Енді а-ның орнына берілген мәнін қоямыз. Минус 5-тің квадраты қосу 7. Минус 5-тің квадраты 25. 25-ге 7-ні қоссақ 32-ге тең болады. Яғни көп мүшенің айнымалының мәні берілген жағдайдағы мәнін табуды осылай орындалған тиімді.